Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы Қарағанды облыстық филиалының мамандары биыл 1000-ға жуық тексеріске шығып, 277 тас жолының құрамын зертханадан өткізген. Жол құрылыс материалдарынан 2313 сынама алып, оның 766-сынан қателіктерді анықтаған. Егемендіктің 30 жылдық аясында біз бүгінгі эфирдің бір бейне материалын осы жол саласында табанды еңбек етіп жүрген жас қызметкерлерге арнамақпыз. Гүлнұр Нұрманбетова 22 жаста, ол Қарағанды техникалық университетінде білім алған. Биыл оқуын тәмамдап, жол активтерінің ұлттық сапа орталығы Қарағанды облыстық филиалына жаз айында қызметке тұрыпты. Ол зертханаға келген жол құрылысы материалдарын сынамадан өткізеді. Төселетін асфальттың, оның астындағы топырақтың да құрамы осы жас маманның назарында. Жаспын деп, жауапты істен қашқан емеспін дейді. Мен тәуелсіз елде тудым. Бұл мен үшін үлкен бақыт болды. Өйткені мен есеге келе сапалы білім алдым. Университетті де 4 жыл грантпен оқыдым. Көз алдында елім одан әрі көркейіп келеді. Түсінген адамға бұл үлкен бақ. Бауыржан Кәрімбеков осы орталықтағы тәжірибелі жас маманның бірі. Жол саласында тер төгіп жүргеніне 8 жыл. Биыл отбасын құрған. Тәуелсіздік, бейбітшілік біздің ең басты құндылығымыз. Еңбек етіп, адал нан тауып, кіші отандай отбасының қуанышына бөленіп жүргеніміз егемендіктің арқасы дейді ол. Тәуелсіздік бабалар аңсабы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Арысы қазақ хандығынан бастап, берісі егеменді елдің іргесіне дейін көшті жалғастырып келе жатқан. Атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Қазыбек Зекрин орталық зертханасының меңгерушісі, өз саласын толық меңгеріп, бүтін бір облыс жолдарының сапасын бақылаушыларға бас болып жүрген жас маман. Тәуелсіз болған 30 жылдың аралығында жол құрылыс саласында ауыз толтырылып айтарлықтай өзгерістер мен жетістіктер көп орын алған. Өзімнің әріптестерімді осы келіп жеткен тәуелсіздік күніне мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын, еліміз көркейе берсін. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы Қарағанды облыстық филиалының мамандары Қарағанды-Балқаш тас жолына 500-ден астам тексеру жасап, 1500 сынама алған. Соның 24%-ынан олқылықтар анықтапты. Кемшілікті түзету үшін қажетті хаттамалар толтырылған екен. Ерік Нарын, Қайыргелді Сәбитов, Алмас Хамид, Сарыарқа телеарнасы.